Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді болып шығатын Whoopie Pie тортының рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қант салып, жақсылап миксерлейміз, аппақ болып көпіргенше. Массамыз осылай көпіру керек. Енді осының үстіне еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Бөлме температурасында тұру керек. Сары майымыз бен жұмыртқамыз жақсылап араласты. Енді осы массамыздың үстіне сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап бірыңғай масса болды. Енді сухой ингредиенттерімізге көшеміз. Менде мұнда какао, разрыхлитель және де ұн. Үшеуін араластырып, ситадан өткіздім. Кішкентай бөліктерге бөліп, салып, жақсылап миксерлейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды пергаментке керекті диаметрде сүзіп алып, пісіретін боламыз. Менің тортымның диаметрі 24 см болады. Сіздер өз қалауларыңыздағы диаметрді қолдана берсеңіздер болады. 4 бұрышты торт жасасаңыздар да болады. Немесе мен сияқты домалақ тортты жасасаңыздар болады. Мен әр коржға 4 ас қасықтан тестаны салып шықтым. 180 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремін жасауға көшеміз. Творожный сырға сахарная пудраны салып, жақсылап араластырамыз да, үстіне сливкиді құйып, жақсылап миксерлейміз. Сливки, творожный сыр барлығы холодильникте 3-4 күн тұру керек. Креміміз дайын болды. Осындай өте массасын жақсы ұстайтын крем шығуы керек. Whoopie Pie'дің домалақ кремдерін шығару үшін мен осындай насатканы қолданамын. Насаткамызды кондитерский мешокқа салып, үстіне крем салып, жағып шығатын боламыз. Бұның барлығын кондитерский магазин сатып аласыздар. Тортымызды жинауға көшейік. Бірінші коржды шығарып, астына саламыз. Мен астына подложкаға крем кішкене саламын, тортымыз құлап кетпес үшін. Видеода көрсетілгендей домалақтар шығарып шығамыз, барлығына бірдей етіп жағып шығамыз. Тортымызды жинап болдық. Енді осы тортымызды 3-4 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Ендігі кезекте соңғы штрихтар, үстіне сары маймен шоколадымызды ерітіп, үстіне құйып шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен апельсин фруктыйын қостым. Сіздер кез келген өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты әсемдей берсеңіздер болады. Өте ерекше дәмді болып шығатын тортымыз Whoopie Pie дайын болды. Каналыма тіркелуді және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса комментарий қалдырып кетіңіздер.